Ассалаумағалейкум құрметті достар. Біз бүгін тамыздың 13-і 2023 күн жексенбі арзан қатарға бет алып баратырмыз. Видео ұнаған болса астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментке қалдырып отырыңыздар. Біз Toyota Carina E көріп тұрмыз. 95 жылғы 1.6 механикада 3 сұрап тұрған бағасы мен телефон номер назарларыңызда. Төбесінде лого бар. Осындай әдемі титан дискісімен хэтчбек түрдегі Carina E-лардың көрінісі осындай. Көрініздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сөйтіп қатарынан келе жатырмыз достар. Camry көріп тұрмыз. Назарларыңызда Camry алыстан көзге түсіп тұр. 2002 жылғы автомат видео салонда 5.2 телефон номер назарларыңызда. Ескертіп кетейік, бұл Барыс базарындағы қымбат аралас қатар деп есептелінеді өзі. Барыс базар 3 неден тұрады? 3 бөліктен. Ар жағында тым қымбат, ортасында аралас. Және мынау бет алып бартқан жағымыз бұл арзандау жақтары. Сонымен достар, Nissan Presage көріп тұрмыз. Автокөлік 7 орындық қой дейм, минивэн. 99 жылғы дизель екен. 3 миллион сұрап тұр екен. Келісімді бағасымен телефон номер назарларыңызда. Көлік иесі не дейді екен? Автокөлік жайлы не айтасыз? 7 орындық велюр салонда, ортасында диван да? Диван ортасы. 7 орындық, мына ортасы диван екен да. Кейде мына ортасында капитандық орындық болады. Оң жақ рулімен. Мотор май жей ма? Мотор май жеймейді, стартер аккумулятор ауыстыру керек. Мотор, коробка бәрі Жақсы. Жағдай жақсы ғой бұл. ауысты жақында. Бәрі ауысты, бәрі жүріп тұр, бәрі нет тұр, е. Шірген, ұрылған жерлер бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Ондай ақаулар жоқ. Ходовкасы жасау керек болған. Үшеу стартер, аккумулятор и ходовка. Жалпы қанша деп Привозной тұрсыз? мотор салынды. 2.8 окончательно. 2.8 сұрап тұрған осындай автокөліктердің бірі. Көріңіздер достар, көлік ұнаған болса, көлік иесімен хабарласпаңыздар. Сонымен достар, арзан аралас қатарда тағы бір европалық нұсқада 3.5 Camry көріп тұрмыз. 2004 жылғы 2.4 автоматымен 6 деп тұр екен, телефон номер осы. Сонымен достар, Honda Odyssey, Honda Shuttle екен. 97 жылғы 2.2 автомат қорабымен телефон номер назарларыңызда. Осындай қималы дискісімен минивэн 7 орындық Odyssey'лердің бірі. Автокөліктің жағдайы осындай. Айтпақшы, мына кейбір Odyssey'лерде тахометр болмайды ортасында. Тахометр жоқ екен. Бұл Odyssey'де, бұл Shuttle'да. Негізі Shuttle мен Odyssey'дің айырмашылығы тек рулі ғой, оң мен солы. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен келесі көлігіміз Audi түсір деген кісілерге Audi S4 95 жылғы 2.3 механикада. Бағасы 1.950 екен. Телефон номер хабарласып жіберіңіздер. Әйгілі S4-тердің бірі. 95 жылға автомат бекен. 2.3 қозғалыш механика екен. Велюр салонда. Көріңіздер достар, көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Honda Stream минивэн, мини-минивэн екен да бұл. Өте шағын минивэндердің бірі. 2002 жылға 2011-де келген дейді Қазақстанға. 2 қозғалышымен автомат қорапта. Телефон номер назарларыңызда. Сұрап тұрған бағасы 4.280 деп жазып қойыпты. Honda Stream осындай автокөлік жабық екен, бірақ минивэн 7 орындық. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Сонымен достар, алдымызда тағы бір минивэн көріп тұрмыз. Срочно сатам деп қойыпты. 98 жылға 2 қозғалышымен как новая бір хозяин деп жазып қойған екен. 3.750 сұраған бағасы. Түсірем, саудасы бар деп қойыпты. Телефон 775 660
6006 телефонына хабарласып қойыңыздар. Велюр салонда бұл Toyota Gaia таза минивендердің бірі, құймалы дискісімен, оң жағы рулімен. Осындай жағдайдағы автокөліктердің бірі. Ішінің бәрі тап-таза. Өздеріңіз байқаңыздар. Көріңіздер достар, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, тура дәл қасында тағы бір минивэн көріп тұрмыз. Mazda MPV срочно сатам деп тұр. 96 жылға 3 қозғалыс көлемімен автокөлік. Автомат қоя бұл. Автомат е. Механикада екен. Сол жағындағы рулімен бензин дейді. 2.370 е. Сұрап тұрған бағасы 2.370. Тура жағы Toyota Gaia'ның иесі бір екен. Осы номерға хабарласып қойыңыздар достар. Көліктер ұнаған болса, осындай автокөлік Велюр салонда. Ортасында капитандық 2 орындығы бар екен. Темір дискісімен, артында парковы бар. Көлік ұнаған болса, көлгесімен хабарласып қойсаңыздар болады. Honda CR-V келесі көретін көлігіміз. Витек дейміз ба моторымен. Капотын ашып жылтыратып қойды бәрін. Honda CR-V 2002 жылға 2.4 қозғалышымен автомат деп тұр. 5.4 сұраған бағасымен 8705 222 2009 номеріне хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, Mercedes 124 жанақтағы Mercedes көрем деген кісілерге 92 жылғы 3 қозғалышымен автомат екен, 3.4 сұраған бағасымен телефон номер. Назарларыңызда осындай Велюр салондағы автокөлікті жылтыратып қойған. Mercedes сүйер қауым. Көріңіздер. Есіктері нық жабылып ашылады екен. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көлік ұнаған болса. Toyota ED деп жазып қойыпты. 95 жылға 2 қозғалышымен автомат. Оң жағы рулімен осындай шағын көліктердің бірі 2.2 саудасы бар деп тұр Велюр салонда. Номер телефон назарларыңызда. Toyota ED автокөлік жабық екен. Автомат. Қорап. Сонымен екінші Nexia назарларыңызда. Автокөліктің жағдайы осындай. Механика қораптағы. Темір дискісімен қалпақ кигізіп қойған екен. Жылын біліп қояқ 2014 екен, 1.5 қозғалышымен. Сұраған бағасы 2 миллион. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Mitsubishi Harisma достар, назарларыңызда 2001 жылға 1.8 автомат. Велюр салон, телефон номер назарларыңызда. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Карина Е назарларыңызда 95 жылғы механика 1.6 сұраған бағасымен. Саудасы бар шығар, я? Бар. Саудасы бар. Көріңіздер. Осындай жағдайдағы автокөлік. Хабарласыңыздар. Сонымен арзан аралас қатарда жүрміз. 94 жылғы Camry көріп тұрмыз. 3 автоматымен 2,5 сұрап тұр екен. Бұл жасыл түстегі Camry'ге седан түрдегі телефон номер көрінбей қапты. Осы номерға хабарласып қойыңыздар достар. Көлік иесінен қазір сұрақ қойып. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Қандай не керек бұған автокөлік? Қандай минусы бар? Қандай? Минусы ходовкасы полностью істелген. Аха. Толық істелген. Мотор полностью жасаған не? Привозной мотор. Коробка механика да болды. Автомат. Автомат. Шкуп болған. 3 қозғалыс. Моторы тұр ғой. Аха.
Бұда бір минус кішкене есіктің электричестволары мына. Аха. Қол қиын. Мына жерлері ғой кішкене. Қалған бәрі ашық жауып тұр ананың бәрі. Енді саудасы бар қанша болады егер? Қаншасы? 2-2 болады. 2-2 бола ма? Аң бәрі не ғой? Шпаклевка ғой, е? Сондай қойдым алғаннан. Алған кезде шпаклевка. Тоқтамай жүр бешері. Осындай жағдайда достар, автокөлік өздеріңіз байқап көріп тұрсыздар. Егер де осындай 2-2-ге алам деген кісілер болса, осы Барыс базарында тұр, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, Барыс базарындағы қымбат аралас автокөліктердің 3-ші видеосы түсіріліп болды. Видео ұнаған болса, міндетті түрде астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып, арнамызға жазылып тіркеліп кетіңіздер.